Өмірінде 19 сәтсіздікті басынан өткерген бір адам бар, бірақ ол соның ішіндегі біреуі жетістікке жетсе, жеткілікті болатынын айтты. Біріншіден, оның өмірінің алғашқы 40 жылындағы өмірі қаншалықты аянышты болғанына қысқаша көз жүгіртейін. Мен шынымен Құдай оған көптеген сынақ берген деп ойлаймын. Ол 5 жас кезінде әкесі кенеттен аурудан қайтыс болып, арт жағына ешқандай дүние мүлкі қалдырмаған. Анасының жұмысы тым алыста болғандықтан, ол бала кезінен үйдегі іні қарындастарын бағып, 20 түрлі тағам пісіруді өзі үйренген. Ол 12 жасында анасы екінші рет тұрмысқа шыққан. Өгей әкесі оған қатты қатал болып, анасы жанында болмағанда оған жиі қол көтеретін. 14 жасында оқуын тастап, қаңғыбас өмірге көшеді. 2 жылдан соң 16 жасында жасын өтірік айтып, экспедиция қатарына сәтті кіреді. Сапар кезінде теңізде қатты ауырып, жол ортада еліне қайтарылады. Ол 18 жасында үйленеді, бірақ бірнеше айдан кейін әйелі бүкіл мүлкін сатып төркініне қашып кетеді. Ол 30 жасында сақтандыру компаниясында сақтандыру сатумен айналысқан. Кейін сатқан сақтандырудың бонус мәселесіне байланысты бастығымен жанжалдасып, жұмыстан шығып кеткен. Ол 31 жасында заңгер мамандығын өз бетімен оқып, достарының қолдауымен адвокат болып жұмыс істей бастады. Істі қарау кезінде ол сотта клиентімен төбелесіп қалады. 32 жасында ол жұмыссыз қалып, өмірі өте қиын жағдайда болды. 35 жасында доңғалақ сатушы болып жүргенде тағы да қиыншылыққа ұшырайды. Көпірден өтіп бара жатқанда көпірдің болат арқаны үзіліп, көлігімен өзенге құлап, ауыр жарақат алып, доңғалақ сатушы болып жұмыс істей алмай қалады. Ол 40 жасында қалашықта жанармай құю бекетін ашты. Ол жарнамалық тақтаны іліп, бәсекелесін жарақаттап, жанжал тудырды. Ал бұл жанармай бекеті дәл сол Кентуккиде орналасқан еді. Жағдайлардың бір түрлі үйлесімі бойынша, ол тұтынушыларды тарту үшін жанармай құю станциясының алдында үй тағамдарын сата бастады. Ол сол кезде барлығына ұнайтын қуырылған тауық етінің рецептін ойлап тапты. Осылайша KFC қуырылған тауық империясын бастады. Алайда ол 74 жасында ғана жетістікке жетті. 34 жылдық процесс шынымен қатты қиын болды. Ендеше бүгін 74 жыл бойы сәтсіздікке ұшыраған KFC атаның жеңіліп қаламын деп қорықпай, өмірін қалай бұрғанын қарастырамыз. Біздің 4 төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. 4 төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. Сандерс 40 жасында Кентуккиге келіп, кебин жанармай құю бекетін ашты. Өйткені жанармай құюға келетін және кететін тұтынушылар көп болғандықтан, ұзақ жол жүріп өткен бұл адамдардың аш жүздерін көріп, Сандерске бір ой келді. Неге мен осы кісілердің талабына сай тамақ жасамаймын? Өзі ойлағандай, тұтынушыларды қызықтыру үшін жанармай құю бекетінің шағын асханасында күнделікті тамақтарды сата бастады. Осы кезеңде Сандерс өзінің ерекше тағамын шығарды. Ол кейінірек әлемге әйгілі Кентуккидегі қуырылған тауықтың прототипі еді. Дәмді әрі ерекше дәммен қуырылған тауық еті. Көп ұзамай аты шығып, қонақтар оны мақтады. Кейбіреулер тіпті жанармай құюға емес, жанармай бекетінің қуырылған тауық етін жеуге келеді. Сондықтан ол бастапқыда ең көп сатылатын өнімдердің не екенін білмеді және тұрақты эксперименттер арқылы барлығына ұнайтын өнімдерді тапты. Сондықтан жаңа нәрселерді сынап көруден қорықпаңыз. Дәл осы дәмі KFC империясының алғашқы бастаулар еді. Қуырылған тауықтың етіне келген қонақтар жанармай құю станциясына симай қалды. Сондықтан Сандерс көшенің арғы жағынан Сандерс мейрамханасын ашты. Қуырылған тауық еті мамандығына маманданған Сандерс 142 адамға арналған үлкен мейрамхананың кеңеюіне инвестиция салды. Осылайша қарапайым қуырылған тауық нарығын құрды. Кейінгі жылдары кәсіппен айналыса отырып, ол қуырылған тауық етіне арналған арнайы ингредиенттерді зерттеп, 11 түрлі шөптер мен дәмдеуіштерден тұратын рецепт ойлап тапты. Бұл қуырылған тауықтың қабығын жұқа, пісірілмеген дерлік қабық етіп, дымқыл және дәмді етеді. Бүгінгі күні бұл ингредиент формуласы әлі де қолданылуда, бірақ дәмдеуіштердің саны 40-қа дейін өсті және бұл KFC-дің ең маңызды құпия қаруы. Coca-Cola'ның рецепті сияқты 1935 жылы Сандерстің қуырылған тауық еті танымал болды. Кентукки штатының губернаторы Руби Лафонт Сандерс штаттың тамақтандыруға қосқан ерекше үлесі үшін алғыс білдіріп, оған ресми түрде Кентукки полковнигі атағын берді. Сондықтан адамдар оны құрметті полковник Сандерс деп атайды. Осы уақытқа дейін өмір жақсарып келе жатқан сияқты, бірақ оның сәтсіздігі әлі біткен жоқ. Ал нағыз сынақ ресми түрде басталды. Қуырылған тауық мейрамханаларының беделі өсіп, тұтынушылары көбейген сайын тауықты тез қуырып, сонша тұтынушыға уағында шығарып беру ең қиын. 1939 жылы Сандерс қысымды пешті сатып алды. Пісіру уақыты, қысымы және майы бойынша әртүрлі тәжірибелер жүргізгеннен кейін ол тауық етін қуырудың ерекше әдісін тапты.
Сыммен қуырылған тауық еті, оның дәмі ең дәмді қуырылған тауық еті болды. Бүгінгі күнге дейін KFC қысымды пешті пайдаланудың осы құпия рецептін сақтайды. Қазір тауықты қуыруға небәрі 15 минут кетеді. Уақыты аз, дәмді қуырылған тауық сол кезде бірден қызу талқыға түсті. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде де Сандерстің бизнесі гүлденді. Бірақ екінші дүниежүзілік соғыстың басталуы оған аздап соққы берді. Соғыс кезінде жанармайға шектеу енгізіліп, оның жанармай құю бекеті жабылды. Осы кезден бастап Сандерс тек мейрамханасын басқаруға назар аударды. Алайда сыртқы дүниедегі өзгерістер оның тұрақты өміріне тағы да қауіп төндірді. 1950 жылы KFC атасы 60 жасқа толғанда ол тағы да қиындықтарға тап болды. Сол жылы жаңа тас жол салынып, алғашында екі тас жолдың ортасында тұрған мейрамхананы аяусыз айналып өтіпті. Яғни, бастапқыда ең жақсы жерде болғанымен, қазір тас жолдан алыс жерде қалған. Бұл Сандерс үшін үлкен соққы болды. Оның барлық жоспарларын бұзды. Оның амбициясы мен ынтасын өте төмен нүктесіне дейін түсірді. Қарызын өтеу үшін мүлкін сатуға мәжбүр болды. Ал түскен қаражат тасжол ашылғанға дейін оның жалпы мүлкінің жартысы ғана болды. Қарыздарын өтеу үшін тіпті банктегі жинаған ақшасын да тауысты. Кенеттен бұрынғы құрметті полковник құрметті бай адамнан тиынсыз кедейге айналды. Ол кезде Сандерс 66 жаста болатын, және ол тек ай сайынғы 105 ақш доллары көлеміндегі көмек қорына сүйенетін. Оның үстіне екінші әйелі оның үнемі сәтсіздікке ұшырауына шыдай алмай ажырасып кеткен. Бірақ Сандерс өмірін осылайша аяқтағысы келмеді. 66 жасында ол әлі де қарсы шабуылға шығуды қалады. Сол жылы Сандерс дәмдеуіш формуламды сатуды шешті. Бұл франчайзингтік дүкендердің қазіргі тұжырымдамасы еді. Сандерс қиын жағдайдан шығу үшін не істеу керектігін көп ойлады. Оның иелігіндегі ең құнды нәрсе қуырылған тауық болды. Кенет ол Юта штатындағы мейрамхана иесіне қуырылған тауық етінің дәмдеуіш рецептін сатқаны есіне түсті. Иесі оған әрбір сатылған тауық үшін 5 центтен төледі. Қиындыққа тап болған Сандерс бұл оның жаңа шығар жолы деп ойлады. Мейрамхана сататын әрбір қуырылған тауық еті үшін оған 4% роялти төлеу керек. Иә, бұл бастапқы мейрамханалардың қосылудағы тұжырымдамасы. Осылайша полковник Сандерс өзінің екінші ісін бастады. Ол қысымды пешпен 50 фунттық шелек ингредиенттерді алып, өзінің ескі Фордымен жолға шықты. Өзіне танысақ костюм мен қара бантикін тағып, ол бензин мен жол ақысын төлеу үшін ай сайын мемлекеттен алатын 105 доллар жәрдемақысын жанына салып, әр штатқа жалғыз өзі барды. Ол қуырылған тауық етін көрсетіп және франшизасын сату үшін жол бойындағы әр мейрамханада тоқтап таныстырады. Ақшаны үнемдеу үшін көлікте түнейді. Таңертең жанар жағармай құю станциясының дәретханасына барып, жуынып қырынады. Бастапқыда оған ешкім сенбеді. Сандерстің пиар жұмысы өте қиын болды. 2 жыл бойы ол 1900 рет таныстырып сәтсіз болды. Ақыры мейрамханаға 1013 рет кіргенде жақсы жауап алды. Бір адам алғанда әрине екінші адамды алады. Сандерстің табандылығы мен оның идеясын ақыры көп адамдар қабылдады. Солт-Лейк қаласында бірінші рұқсат етілген KFC мейрамханасы құрылды. Бұл әлемдік қоғамдық тамақтандыру франшизасының бастамасы болды. Содан кейін көптеген адамдарды таң қалдырған Сандерстің бизнесі күшейе түсті. Ол небәрі 5 жыл ішінде ақш пен Канадада 400 дүкен желісін дамытқан. Осы себепті ол франчайзингтік мейрамхана иелеріне франчайзингтік қуырылған тауық еті мейрамханасын басқаруды үйрену үшін мектеп салды. Ақырында 1962 жылы 70 жастан асқан полковник Стетс ол өзінің құпия қуырылған тауық дәмдеуіштері мен өндіріс процесіне патент алуға өтініш берді, және оны өзінің эксклюзивті жарнамалық ұраны ретінде дәмі саусағыңда қалады деп тіркеді. 1964 жылы бір инвестициялық топ Сандерстің бизнесіне қатты әсерленді. Олар бизнесті 2 миллион ақш долларына сатып алғысы келді. Бұл сол кезде өте үлкен сома болатын. Ол 74 жаста екенін ескере отырып, қанша қимастық болса да, Сандерс KFC-ді сатуға келісті. Келесі бизнесті келесі ұрпаққа қалдырып, KFC ресми түрде 1966 жылы іске қосылды. 1971 жылға қарай оның дүние жүзінде 3500 дербес және франчайзингтік дүкені болды. Бірнеше рет қожайыны ауыстырылғаннан кейін, KFC-ді 1986 жылы Pepsi-Cola 840 миллион ақш долларына сатып алды. Сондықтан KFC дүкенінде ешқашан Coca-Cola сусындарын сатпайды. Барлығының ойында зейнеткер Сандерс жақсы демалып жүр деп ойлайды, бірақ олай емес. Бұл шаршамайтын қария тағы бір жұмысқа кірісіп кетті. Сандерс бүкіл өмірін KFC-ге арнады деп айтуға болады. 90 жасында қайтыс болуына аз уақыт қалғанға дейін Сандерс KFC қуырылған тауық етін жарнамалау үшін жыл сайын 250 мың миль жол жүреді. Теледидарға шыққаннан бері оның келбеті KFC-ның бірегей тіркелген сауда белгісіне айналды.
Адамдар оны көргенде, әрине, полковник Сандерстің аңызға айналған тәжірибесін және оның әрқашан күлімсіреп тұратын келбетін еске алады. Осы себепті Сандерс менің күлімсіреуім ең жақсы сауда белгісі деп жиі әзілдейді. Ол барлық эксклюзивті құқықтарды сатқанымен, оның үлкен беделін ескере отырып, бұл жаңа иелер Сандерске өмір бойы жалақы төледі және одан KFC-дің баспасөз хатшысы қызметін жалғастыруды және оны кеңінен насихаттауды сұрады. Жұмысқа деген құлшынысына оның жасы да, байлығы да әсер еткен жоқ. Ол әлі күнге дейін өз ісін жүргізу үшін аянбай еңбек етуде. Адамдар одан неліктен әлі тынымбай жұмыс істейсің деп сұрағанда, Сандерс жұмыс кез келген дәрумендік қоспалардан гөрі өмірді ұзартады деп жауап берді. Егер жұмыссыздықтан тот бассам, онда мен тозаққа барамын деді. Полковник Сандерс өкінішке орай 1980 жылы 90 жасында лейкемиядан қайтыс болды. Оның денесі адамдарға құрмет көрсету үшін штат Капитолийіне қойылды. Қазіргі кезде қуырылған тауық еті үшін көп ингредиенттер бар болса да, олар әрқашан сол Сандерсінің ең классикалық 11 ингредиенттерге негізделген. Әрине, оның бейнесі әрқашан ақ костюм киген, ақ шашқа толы, қара жиектелген көзілдірік, әрқашан күлімсіреп жүретін полковник Сандерс болады. Өмірінің алғашқы 40 жылында KFC атамыз көп адамдар сияқты болды. Оның мақсаты жоқ, көп жұмысында нәтиже болмады, жұмысында ауыстыра берді. Бірақ ең бастысы, ол ешқашан жағдайға қанағаттанбады және қарапайым болғысы келмеді. Ол өз кәсібін 40 жасқа дейін бастамады. Алғашқы франшизасын 62 жасқа дейін сатпады. Компанияны 75 жасында сатқаннан кейін танымал болды. Жетістікке жету үшін оған 75 жыл қажет болды. Жетістікке жеткенше барлығы сәтсіздікпен болды. KFC атамыз сәтсіздік жақсылыққа апаратын баспалдақ екенін естен шығармау керектігін айтты. Ол үшін ешқашан берілмей, аянбай еңбек ету және әрқашан табыстың кілті бұрышта сені күтіп тұрғанына сену керек екенін айтты. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Және осы арнаға жазылыңыз және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.